Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қонақ келген кезде дастарханыңызға жылдам әрі жеңіл жасалынатын хорустың рецептімен бөлсемін. Немесе күнделікті шайға пісірсеңіздер, өте жеңіл рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқа, бізде бір жұмыртқа жеткілікті. Осы рецепттен 5-6 хорус шығады. Одан соң 2 ас қасық коньяк, 2 ас қасық шекерімізді толтырмай қосып, шым-шым тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне қасықтың ұшымен сода қосып, тағы да араластырып жібереміз. Енді ұнымыздан електен өткізіп, барлығын бірден қоспай, азырағын қосып, қасықпен осылай араластырып аламыз да, қалған бөлігін електен өткізіп, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, таза пакетімізге салып, 15 минут, 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғаннан кейін осылай ұнымызға аунатып алып, оқтаумен әдемілеп жайып шығамыз. Жайған кезде қамырдың үстіне қатты салмақ түсірмей, алдымен оқтауды басып, дәл видеодағыдай үйлеп аламыз. Қамырымыздың барлық бөлігі бірдей әдемі болып жайылу үшін. Сәл жұқалау етіп қамырымызды жаямыз. Қалың болып қалса, қамырларыңыз бауырсақ секілді қалың болып, жұмсақ болып қалады. Сондықтан жұқалау етіп жайсаңыздар, хорустарыңыз қытырлақ болып шығады. Неке достар, осылай жайып болғаннан кейін шеттері ирелеңдегі осындай кескішпен кесіп аламыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай, егерде басқаша білетіндеріңіз болса, яғни қалауыңызға қарай кесіп алсаңыз да болады. Мен осылай ұзын етіп кесіп алдым. Одан соң майларыңызды қатты қыздырыңыздар достар. Осылай шаңышқының көмегімен басып, дәл видеодағыдай пісіріп аламыз. Ораған кезде арасын алшақтау етіп ораймыз, арасы ашылып тұратындай. Одан соң ыстық кезінде осылай арасын қолымызбен ашып жібереміз. Арасын ашамыз, осындай гүл секілді арасы ашық әдемі болып тұру керек. Мінекей достар, өте керемет болып шығады. Қонақ келген кезде дастарханыңыздың сәнін береді. Одан кейін бетіне осындай қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны сеуіп жіберсеңіздер, әдемі болып көрінеді. Ал достар, видео барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Ең бастысы жеңіл рецепт барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді деген ойдамын. Күнделікті шайға, балаларыңызға, отбасыңызға пісіріп берсеңіз, өте дәмді жеңіл рецепт. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоны жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.